Бір данышпаннан дүниеде ең үлкен қандай ысырап жасадыңыз деп сұралғанда, адамның қадірін білмейтін кісілерге көңіл бөлген уақытым, сөзім мен күш-жігерім деген екен. Кейбір кездерді көрсең де, көрмегенге алған дұрыс. Кейбір сөздерді есітсең де, есітпегенге алған дұрыс. Кейбір адамдарды танысаң да, танымаған қалған дұрыс. Адамдарды кешіре біл. Кешір де олармен қоштасып үйрен. Мәселе мынада, адамдар жақсы адамдарды бағаламайды, тек соларды пайдалануға тырысады. Бүгін сені елемейтін адамдарға ертең сен ғана керек болады екенсің. Өмір деген солай. Сеніміңе өте сақ бол, өйткені біздің ең көп сенетін адамдар ғана бізге опасыздық жасайды. Әр жағдайды айтпа, қадірсіз боласың. Барлығына сене берме, жолда қаласың. Әр құпияны ашпа, жалғыз қаласың. Өмірде екі нәрсеге қатты өкінем. Түкке тұрмайтын адамдар үшін уақытым зая кетті. Адамдарды өзім сияқты ойлап сенгенім, енді уақыт кері қайтпайды, сабақ болды. Өзіңді кемсітуге, қорлауға жол берме. Сенің дәрежеңді түсіретін, кішірейтіп жіберетін байланыс түз. Түбінде сені кешірім сұрауға апаратын іс-әрекеттен аулақ бол. Сенің қадіріңді білмейтін жерге барма. Сені ұятқа қалдыратындармен достаспа. Қателікті бәрі жасайды. Кешірім сұрауда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ біреуге салмақты боп көрінуден бұрын өз-өзіңе салмақты екеніңді көрсете біл. Алдымен өзіңе, сосын өміріңе, осыдан кейін қалаған адамыңа ғашық бол. Өмір сені қажытқан жоқ. Өмір сүруге кедергі жасайтын адамдар шаршатты. Қиыншылық пен сынақ шаршатқан жоқ. Сол нәрсеге қасқайып тұра алатынымды көре алмайтындар шаршатты. Мықтылық пен қайсарлық шаршатқан жоқ. Сол қасиеттерді бағалай алмайтындар шаршатты. Үнсіздік жақсы әдет болғанымен, ішке жиналған өксік шаршатты. Ер болсаң да, әйел болсаң да біреуден кемелдік талап ететіндей сен де кемел адам емессің. Бәріміздің бір кемшілігіміз бар. Әйеліңнің кемшілігін көріп қалсаң, артықшылығын есіңе ал. Романтик болмаса да күйеуінің сені, отбасыңды, жақындарыңды сыйлайтынын есіңе ал. Ешкім періште емес, ешкім. Өткен күнге еш өкінбе, себебі жақсы күндер қуанышқа, қиын күндер тәжірибеге, ең ауыр күндер сабаққа, ал ең керемет күндер естелікке айналар. Әр қиындық жеңілдікпен келеді. Ашу, ашкөздік, нәпсі құмарлық сияқты жаудың бәрі қызғаныш. Өзіңді басқалармен салыстырып, өзіңді жоқ нәрсені олардан көріп, өзіңді жоққа шығарып өмір сүру арқылы сен ештеңе ұта алмайсың. Әлде біреуге қызғанышпен қарау арқылы сен қызғанатын адамды емес, өзіңді құртасың. Ойшылдардың басқалардың бақыты мен күлкісіне қызғанышпен қарайтындар өздерін үн-түнсіз жерлеп жүреді деген сөзін үнемі есте сақта. Қызғаныш пайда бола берсе, оны мақсат етпеуге тырыс. Барлық дауылдар өміріңді бұзу үшін келе бермейді. Кейбіреулер жолыңды тазарту үшін келеді. Қажет емес адамдардан да. Адамды от емес, өзінің ғапылдығы өртейді. Әркімнен кемшілік көреді, өзіне келгенде көрі болады. Не нәрсеге қалай қарасаң, ол да саған солай қарайды. Кейбір адамдар бос уақытында сенімен сөйлеседі. Кейбіреулері сенімен сөйлесуге уақыт бөледі. Айырмашылықты түсініп алыңыз. Қандай адам қадірлі дейсің? Ол сен биікке жетсең де, төмендесең де қадірлей білетін, байлығыңды емес адамдығыңды бағалайтын, еш уақытта өзгермейтін, қиындықта тастап кетпейтін жан. Қадіріңді білмейтін адамдар үшін босқа күреспе. Оларды лайық болған адамдарға қалдырыңыз, және артқа қарамаңыз. Білгеніңді жеткіз, бірақ ақыл айтуға талпынба. Айтылған нәрселерге құлақ сал, бірақ бәрін дұрыс екен деме. Ұмытпа, үнсіздік надандықтың, ал көп сөзділік білімділіктің нышаны емес.
Кейбіреулерді қадірлесең, аспанда болады. Сенің жасаған жақсылығың оған өтеген міндетің сияқты көреді. Сол үшін жақсылықты, кішіпейілділікті адамына қарап жасаған дұрыс. Шектен асқан мейірімділік, кішіпейілділік өзіңді қадірсіз, жалынышты етіп көрсетеді. Қазақтар еден тазалаушылармен көше тазалаушысын көрсетіп, балаларына сен жақсы оқымасаң, осындай адам боласың дейді. Ал жапондықтар балаларына бұл адамдардың арқасында біз таза және ыстық суы бар таза қалада, таза үйлерде өмір сүреміз. Көшелер мен алаңдар таза және мәдениетті болуы осы адамдардың еңбегі. Біз оларға алғыс айтуымыз керек. Кез келген жұмысты жақсы орындау маңызды деп үйретеді. Біреуге деген ренішті көп уақыт бойы сақтап жүру адамның ақылы мен психологиясына баяу әсер ете отырып, ақыры бір күні тастай ауыр салмақпен тізерлетеді. Одан өзіңді босатудың жалғыз жолы кешіру немесе ұмыту. Пәлендей өзекті өртейтін өкінішім жоқ. Кейде кісі танымайтындығыма өкінген кездерім болды. Соның себебінен жақсы көрген, жаным қалмай көмектескен адамдарым кейіннен өзіме жау болып шығады. Осындайларға қор болған сезімім, сыйластығым, көмегім үшін талай өкіндім. Уақыт жараланған жүректі, қалған көңілді емдемейді. Сен тек кешіру арқылы ғана оны артта қалдыра аласың. Егер сені біреу айыптаса, бас тартып немесе кетіп қалса, бұл сенің мәселең емес, олардың мәселесі. Сенің құндылығың олардың қабылдауына байланысты емес. Қиналсаң да тістеніп орнынан тұр. Жылап болсаң жасыңды сүртте тұр. Қиын болса да алға қарай адымда. Себебі тоқтап қалсаң өлесің. Өмір деп осыны айтады. Кетуге тиіс біреулер қанша тыйым салсаң да тастап кетеді. Келуге тиесің бір адамдар есікті жауып қойсаң да кіріп келеді. Сенің ешқашан жоғалтпауға тиіс адамың сен өзің. Нағыз адамдарды жақсы көрем. Нағыз адамдар көбінесе жалғызсырап жүреді. Олар таза ойлы, зерделі, тәрбиелі, көзге жылы адамдар болады. Кейде аздап мұңды немесе шаршаңқы тәрізді көрінгенімен, бірақ оның астарында жасырынған аса үлкен күш қуаты бар адамдар. Басқалар мінез құлқын соншалықты жақсы түсінбейді. Олар өздері сияқты адамдармен кездесіп, бірге уақыт өткізгісі келгенімен, өздері қалағандай болатын мүмкіндігі жоқ екенін түсінеді. Кешіру, ұмыту оңай дейсің бе? Кешіру де, ұмыту да оңай емес. Уақыт өте келе біз әлдебіреуді кешіруіміз мүмкін, бірақ одан келген ауырлық, одан қалған жара, ол арқылы пайда болған қиналу мен азапты ешқашан ұмыта алмауымыз ықтимал. Соңғы кездегі зерттеулер кешірудің көптеген артықшылықтары бар екенін көрсетеді. Зерттеудің қорытындысы бойынша, егер сен кешіріп, ұмыта алсаң, қан қысымың төмендейді, иммунитетің жақсарады, қаныңдағы стресс гормондары азаяды. Ер адамды жаман демеңіз. Ер адам дегеніміз, ол сенің әкең, ұлың, інің, аға, бауырың. Ер адам шаршаса да бір сәт тоқтап қалмайды. Жан жары, баласы, анасы, әкесі үшін көз жасын көрсетпей, бәріне төзе білетін қайсар жан. Тапқан табысы жетпеді деп жарасына тұз сеппеңіз. Жан жолдасыңыздың жүрегіне жол таба біліңіз. Рухы әлсіз адамдардың санасы әрдайым өзгелерге тәуелді болады. Рухы мықты адамдар өзіне сенімді, әрі өз санасымен өзін өзі жетілдіреді. Жағымсыз ойлардан, қайғылы естеліктерден, қиын қарым-қатынастардан, жағымсыз әсерлерден дер кезінде арылуымыз керек. Уақыты келгенде барлығын қалдыруды үйрен. Адамның жетілуі оның ашуын қаншалықты басқара алатындығына байланысты. Жетілген адам ашуланбаған емес, ашуын жақсы басқара алатын адам. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыздар. Өз ойларыңыздан, көңілдеріңізден шыққан ақыл сөздерді төменге жаза отырыңыздар.
Сіздердің қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыздар.